Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қазақ тіліне тән дыбыстардың айтылу бұзылыстары және түзету тәсілдері. Сабақтың жоспары: айтылу бұзылыстарының түрлері, дыбыстардың бұзылу себептері, артикуляциялық және фонетикалық ерекшеліктер, қазақ тіліне тән дыбыстарға жалпы сипаттама, түзету жұмыстарының кезеңдері, логопедиялық жұмыстардың тиімділігін бағалау. Қазақ тіліне тән дыбыстарға жалпы сипаттама. Қазақ тілі түркі тілдерінің бірі, өзіндік фонетикалық жүйесі бар. Қазақ тілінің әліпбиінде 24 дауыссыз дыбыс және 12 дауысты дыбыс бар. Қазақ әліпбиі орыс графикасына негізделген, оның құрамында қазақ тіліне тән 9 дауысты дыбыс бар. Бұл дыбыстардың айтылуы басқа тілдерге тән емес және ұқсастығы да шектеулі. Сондықтан олар логопедиялық тәжірибеде жиі ұшырайды. Айтылу бұзылыстары мынадай түрлерге бөлінеді. Бірінші, дислалия. Сөйлеу мүшелерінде органикалық бұзылыс болмаған жағдайда жеке дыбыстардың бұрмалануы немесе айтылмауы. Келесі, ринолалия. Мұрын қуысы ақауларынан пайда болатын бұзылыстар. Дизартрия. Сөйлеу аппараты бұлшықеттерінің жүйке бұлшықет бұзылыстары нәтижесінде дұрыс жұмыс істемеу. Фонематикалық қабылдаудың бұзылысы. Дыбыстарды ажырату қабілетінің жетілмегендігі. Қазақ тіліне тән дыбыстардың жиі бұзылуы. Көбінесе келесі дыбыстар бұзылады. Бірінші, ың, н дыбысына ауысады. Мысалы, жаңа, жана. Қ және ғ көмейлік артикуляциясы қиын болғандықтан жиі жұмсартылады, немесе басқа дыбыстармен алмастырылады. Келесі, ә, ү дауысты дыбыстардың орфоэпиялық нұсқада айтылмауы. Мен ажыратылмай айтылуы. Х дыбысы көбіне түсіп қалады, немесе басқа дауыссызбен алмастырылады. Мәселен, Абдуллах араб тілінен енген есім, онда соңғы х дауыссызы түсіп қалады, Абдулла түрінде айтылады. Дыбыстардың бұзылу себептері. Біріншіден, биологиялық орталық жүйке жүйесінің зақымдануы, сөйлеу мүшелерінің ақаулары. Екінші, психологиялық, эмоциялық, психологиялық жай-күйі. Келесі, әлеуметтік, екі не одан да көп тілдік ортада өсуі. Одан соң төртіншісі, педагогикалық, ерте жасынан сөйлеу дағдысының дұрыс дамымауы. Келесі, артикуляциялық және фонетикалық ерекшеліктер. Қазақ тіліндегі көптеген дыбыстар тілдің артқы, ортаңғы және алдыңғы бөліктерімен жасалады. Бұзылудың алдын алу және түзету үшін артикуляциялық аппараттың дұрыс жұмыс істеуі маңызды. Ың, тілдің артқы жағы жұмсақ таңдайға тиюі керек. Қ, көмейде жасалатын дыбыс. Ашық, алдыңғы қатарлы дауысты дыбыс. Келесі, түзету жұмыстарының кезеңдері. Дыбыстың дұрыс айтылуын естіп тану, яғни фонематикалық қабылдау. Дыбыстың артикуляциясын қалыптастыру, айналадағы мүшелермен жұмыс. Дыбысты жеке айтуға үйрету. Дыбысты буын сөз сөйлемде қолдану. Келесі, автоматтандыру және байланыстырып сөйлеуге енгізу. Түзету тәсілдері мен жаттығулар үлгілері. Осындай қазақ тіліне тән дыбыстарды тілдегі бұзылуын түзету үшін бірнеше артикуляциялық жаттығудың түрлері бар. Сол жаттығуларды жасату арқылы қазақ тіліне тән дыбыстардың айтылуын түзетуге болады. Ондай артикуляциялық жаттығулардың қатарына ат шауып келеді, саңырау құлақ, тәтті тосап, сағат тілі, түтікше секілді жаттығуларды айтуға болады. Фонематикалық есту жаттығулары. Ұқсас дыбыстарды ажырату. Мұнда ұқсас дыбыстар көбінесе жұп құрайды. Қ мен К, Ғ мен Г, Ү мен У секілді, Т мен Д секілді дыбыстар. Ойын арқылы түзету. Сөйле де сәйкестендірір. Қай дыбыс жоқ,
тағы басқа жаттығуларын жасатуға болады. Келесі айна әдісі. Бала өз бет бейнесін көріп, артикуляциясын бақылайды. Яғни айна бұл логопедтің ең басты құралы. Үнемі логопед баламен жұмыс жасаған кезде оның алдында айна болуы тиіс. Айнасыз жұмыс нәтиже бермейді. Тіл асты дірілін қалыптастыру жаттығулары. Оған мотор, кемпір қосақ жаттығуларын ұсынуға болады. Келесі, логопедиялық жұмыстың тиімділігін бағалау. Дыбысты дұрыс айту жиілігі, дұрыс айтылу пайызы, дыбысты сөз және сөйлем деңгейінде қолдану, байланыстырып сөйлеу сапасы, қайта бұзу жиілігінің төмендеуі, ата-ана мен кері байланыс арқылы алынған нәтиже. Қорытындылай келе, қазақ тіліне тән дыбыстардың дұрыс айтылуын қалыптастыру логопедиялық жұмыстың аса маңызды әрі күрделі бағыттарының бірі. Бұл дыбыстардың бұзылыстары баланың жалпы сөйлеу мәдениетіне, оқу жазу дағдыларына, танымдық қабілеттеріне және әлеуметтік бейімделуіне тікелей әсер етеді. Зерттеулер мен тәжірибелік жұмыстар көрсеткендей, тіл кемістігі бар балаларда әсіресе көмейлік қ мен ғ, мұрын жолды ың, еріндік ү және ашық дауысты дыбыстардың дұрыс қалыптаспауы жиі кездеседі. Бұл бұзылыстардың себебі тек физиологиялық емес, сонымен қатар психологиялық, әлеуметтік және педагогикалық факторлармен де тығыз байланысты болуы мүмкін. Дыбыс айту кемшіліктерін түзету логопедиялық жұмыстың белгілі бір кезеңдерін талап етеді. Яғни фонематикалық естуді дамыту, артикуляциялық аппаратты жаттықтыру, дыбысты дұрыс айтуға дағдыландыру, оны сөз ішінде қолдану және сөйлеуге автоматтандыру. Бұл процесс баланың жас ерекшелігіне, бұзылыстың түріне және сөйлеу қабілетінің деңгейіне қарай жоспарланып жүргізіледі. Қазақ тіліне тән дыбыстардың дұрыс айтылуын қалыптастыру тіл кемістігі бар, тіл бұзылысы бар балалардың толыққанды дамуына әсер ететін маңызды фактор. Түзету жұмыстары жүйелі, кезеңмен және жеке ерекшеліктерді ескере отырып жүргізілген жағдайда ғана нәтижелі болмақ. Міне бүгінгі тақырып бойынша айтатын мәліметтеріміз осы. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.